Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Майра Абдракимовна, тарих пәнінің мұғалімімін. Ерте орта ғасырларда өмір сүрген Қарлұқ қағанаты туралы маңызды оқиғаларға назар аударыңыздар. Қазір сіздерге Қарлұқ қағанаты туралы ең маңызды 7 тарихи фактыны қысқа әрі түсінікті түрде айтып беремін. Бірінші факт: Қарлұқтар 7 ғасырда Тянь-Шань мен Жетісуде қалыптасқан түркі тайпалары. Бұлақ, Шігіл, Ташлық тайпаларынан тұрған бұл бірлестік кейін қазақ халқының құрамына үлес қосты. Екінші факт: 756 жылы Түргеш қағанаты әлсіреп, орнына Қарлұқтар билікке келді. Бұл Жетісудың саяси жағдайын түбегейлі өзгертті. Үшінші факт: астаналары Суяб және Баласағұн. Суяб саяси, Баласағұн мәдени орталыққа айналды. Төртінші факт: Қарлұқтардың басты қуаты жылдам қозғалатын атты әскер. Жауынгерлер жеңіл сауыт киіп, садақ, қылыш, найзаны шебер қолданды. Жылдам маневр жасау қабілеті Қарлұқтарды Орта Азиядағы мықты әскери күшке айналдырды. Бесінші факт: Қарлұқтар Ұлы Жібек жолында маңызды рөл атқарды. Суяб, Баласағұн, Тараз арқылы өткен сауда жолдары дамып, қалалар гүлденді. Алтыншы факт: 9 ғасырда Қарлұқтар исламды қабылдай бастады. Тараз, Баласағұн ислам мәдениетінің орталығына айналып, мешіттер мен медреселер салынды. Жетінші факт: 10 ғасырда Қарлұқ қағанаты әлсіреп, оның орнына Қарахан мемлекеті құрылды. Сонымен балалар, біз Қарлұқ қағанаты туралы 7 негізгі тарихи фактыны қарастырдық. Егер Қарлұқ қағанатына арналған тест немесе хронологиялық кесте керек болса, пікірге жазыңдар. Сау болыңыздар.